Құрметті көрермендер, барлықтарыңызға Каспийский салем. Каспийго это не только футбольный клуб Каспий, но и Каспийское море и новый футзальный клуб Каспий. Бұл шығарылым жаңадан бастау алған жаңа мақсаттары бар. Маңғыстаулық Каспий футзал клубы туралы болатын болады. Біз бастаймыз. Жарайды. Каспий бастаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Менің қасымда Каспий Маңғыстаулық футзал клубының директоры Жамбиров Ержан Мақсатұлы. Бірінші сұрақ. Сіз басқарып жатқан клубтың даму векторы мен мақсаттары бөлек деп естідім. Сол қаншалықты рас, неліктен солай? Алдымен айтып өтейін, осы жылдың сәуір айына дейін футзал құрамасы Каспий футбол клубының жүйесінде болды. Сәуір айынан бастап футбол клубының құрамынан шығып, бөлек клуб ашылды. Қазіргі таңда клубтың толықтай аталуы Каспий Маңғыстаулық футзал клубы. Өңірімізде футзал бөлек бір орын алатын спорт түрі болғандықтан, футзалды қарқынды дамытуға бет бұрдық. Сонда сіздің айтқыңыз келіп отырғаны, бұл клуб өзгешелігімен ерекшеленетін клуб бола ма сонда? Неліктен екенін айтып жүрсеңіз? Әрине дәл солай. Бастапқыда бәріміздің алдымызға қойған мақсатымыз Маңғыстау облысында, яғни тек Ақтау қаласында емес, сонымен қатар аудандарда футзалды дамыту болды. Осыған орай арнайы стратегия жазылды. Алдағы уақытта басты командамен қатар клубтың жүйесінде жасөспірімдер командалары ашылады. Олар 13, 15, 17 жас аралығын құрайтын жастар құрамасы, және де футзал тарихында алғаш рет футзал орталығы іске қосылады. Бұл дегеніміз кішкентай бүлдіршіндерімізден бастапқы құрамаға дейін құралатын топтарда жаттығылатын арнайы командалар. Аудандарымызда ойсырақ болмайды. Маңғыстау футзал клубы болғандықтан облыстың аудандарында, айтып өтсем, Жаңаөзен, Форт Шевченко қалаларында, Мұнайлы, Ақшұқыр, Шетпе, Бейнеу, Құрық аудандарында футзал орталығының филиалдарын ашуға жұмыстанып жатырмыз. Ал құрметті легендалар, ассалаумағалейкум. Челленджді бастамас бұрын Даке, Сәке, сізге сұрағым бар. Димаш аға, сізге сұрақ. Осы маусымға, алдағы маусымға дайындықтары қалай? Аллаға шүкір, бәрі ойдағыдай өтіп жатыр. Балаларға барлық жағдай жасалынып тұр. Бір айдың ішінде толықтай жұмыс жасадық. Алдағы мақсаттарда Қырғызстанға барамыз, сбор өтуге, турнирге. Жақын арада? Жақын арада. Сол жоспарда, пока сол. В целом, все по плану, проблем никаких нет, да? Аллаға шүкір, бәрі жақсы пока. Сәке, сізге сұрақ. Сіз жақында ғана өзіңіздің мансабыңызды аяқтадыңыз, закончили свою карьеру. Енді ақтаулық тілмен айтқан кезде сіз мұнда неғып жүрсіз? Енді Ақтауда неғып жүргенде негізі басқа неше түрлі ойлар болды ғой. Жалпы бұған дейін ойыншы кезімізде Димаштың жалпы екеуміздің бір армандарымыз бар ғой, бір-бірімізге айтуға болатын осы футболға, футзалға қатысты. Болашағы болса, жақсы бір командалар ашылса деген өшірде осындай жұмыс атқарылып жатыр. Осындай үлкен жоба болып жатыр. Тек қана үлкен основной командадан бөлек футбольный центрі бар. Онымен қоймай барлық аудандарды қосып, аудандарда футзалды дамытып, соған үлес қосып, программадан бөлек басқа жақсы жағдайлар жасауға сондай мақсаттары бар, жобалары бар деп естігеннен кейін, келгеннен кейін оны өз көзімен көріп, іспен дәлелдеп жатыр. Жалпы администрацияның барлығы істеп жатқан істері, жобалары бастамасы өте керемет, көз қуанарлық. Алла барша берекетімен берсін осы істі. Оңынан болсын, ұзағынан болсын. Теперь понятно, да, неғып жүргеніңіз? Ал енді рұқсат болса, бірінші челленджімізді бастайық. Челленджіміздің мақсаты мынадай. Құрметті көрермендер, үлкен футболда Фрэнк Лэмпард пен Луис Суарес болса, ал футзалда Димаш Сүлейменов пен Серік Жаманқұлов легендалар. Осы аңыз ағаларымыз алғашқы челленджде алдында тұрған допты бірінші болып алу керек болады. Если ты готов, то мы тоже готовы. Бастаймыз. Профессионалдар дайын, мен де дайынмын. По моей команде хоп дегеннен кейін допты тартық болу керексіздер ғой. Хоп! Опа, 1-0. Хоп! 2-0. Хоп! 3-0. Серік Жаманқұлов алда келе жатыр. Хоп!
3-2. Иә. Хоп. Опа, 3-2. Давайте камбэк. 4-2. Бүгінгі біздің бірінші челленджімізді Серік Жаманкулов алға шықты. Общий счет 1-0. Сізбен үлкен бір жұмыс жасағымыз келіп тұр. Тек қағаз жүзінде емес, мына филиалымыз бар деген ауылдан балдарды шығарамызға үлкен бір мақсат қойып отырық. Құрметті көрермендер, сіздерге тағы да бір таныстыра кететін тұлға қасында тұрған Каспий футзал клубының директорының орынбасары Данияр Боранбаев. Даке, жаңағы болған движняктың барлығы іс-шара, ол не іс-шара? Не үшін, кімге арналған іс-шара, соны да айта кетші. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі ұйымдастырған шарамыз аудандық бапкерлерге, әріптестерімізге арналды. Соларға біз өзіміздің философиямызды, идеяларымызды, болашақта қандай жұмыс атқарылады солар, және біздің бас бапкермен, тренерский штабпен таныстыруға шақырдық. Мақсаттарымызды да айта кеттік. Бір үлкен мақсатымыз аудандық тренерлердің деңгейін көтеру, жасөспірімдердің футзалға қызығушылығын көтеру, және де ең үлкен бір мақсаттардың бірі ұлттық құраманың деңгейіне жеткізу. А это получится у вас? Алла қаласа бұйырса. Құрметті көрермендер, біз жалғастырамыз. Сіздерге таныстыратын тағы да бір тұлға, бұл Тоқсанов Нұрбек, Каспий футзал клубының негізгі құрамасының басшысы болып есептеледі. Нұреке, мен білгенмен, халық білмейді, сіз Каспий футзал клубында функционалды міндеттеріңіз қандай? Соны айта кетсеңіз. Рахмет Ақылбек сұрағыңа. Клубта міндетімді айта кететін болсам, тренерлік штабымен классы жоғары ойыншыларды қарау бізге, және де бас бапкердің ойын жоспарына сәйкес келетін ойыншыларды қарап ұсыныс беру, және де оқу-жаттығу процесін бақылау. Бір сөзбен айтқанда, негізгі құраманы жасақтауға бірден бір себепкер адамның бірісі сізді көмектесетін, көрсететін, ұсынатын. Иә, дұрыс Ақылбек айтып жатқан. Ал Нұреке, бүгінгі таңда Каспий футзал клубының дайындығы қалай? Иә, дайындық жүріп жатыр. Тамыздың 2-сінен бастап қаламызда оқу-жаттығу жиыны басталды. Мұнда басты мақсатымыз Маңғыстау облысының жергілікті ойыншыларын қарап, әрине басты командаға шақыру. Бастан айта кетсек, енді 40-тан астам жергілікті ойыншы қарамында болды. Соның ішінен іріктеліп, 15 ойыншы қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр. Ал енді Нұреке, жергілікті ойыншылардан басқа өзге ұлттан, өзге елден ойыншылар алынады ма? Командада бола ма? Сол сұраққа қандай жауап бар сізде? Жоқ, әрине жергілікті ойыншылармен шетелдік болмаймыз. Неге десең, клубтың алдына үлкен мақсаттар қойылды. Сол себепті шетелден тәжірибелі ойыншыларды шақыруға жоспарымыз бар. Енді әрине алдағы уақыт көрсетеді. Иә, дұрыс, уақыт көрсетсін. Ал енді рұқсат болса, не дегенде негізгі команданың басшысын, сол себепті бүгінгі сіздің жаттығу жұмыстарыңызға баруға бүгін мүмкіндік бар ма бізде? Әрине кеттік. Нұреке, біз қайыққа келдік? Біз қазір Есен спорт кешеніне келдік. Қазір осында оқу-жаттығу жұмысы болады. Бір айдан бері осы жерде жұмыс жасап келе жатыр. Кеттік онда, жігіттерге барайық онда. Как раз администратор, бас администратор бар, соны танысып жүрді. Біздің бас администраторымыз Нұржан Нұртасович, танысып қой. Нұреке, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қалайсыз Ақылбек? Нұреке, қиын болмаса, мен бас администратормен экскурсия жасап кетейін, қарсылық болмаса. Все, сіз жұмысыңызбен айналыса беріңіз, бөгет келтірмейін. Ал Нұреке, не көрсетесіз? Экскурсия кеттік. Бірінші мен саған инвентарды көрсетейін. Мынау біздің командамыздың жаттығу жасауына керекті құралдың бәрі осы жерде бар. Қазір мен бір қарап шығайын да, рұқсат болса. Мұнда жоқ емес заттың бәрі бар сияқты ғой, да? Мұнда бәрі бар, иә.
профессиональный командаға керек заттың бәрі бар ғой, да? Командаға барлық жағдай жасалған, қарастырылған. Все. Логотип. Саған енді келесі жұмыс бөлмесін көрсетейін. Ага. Мына жақта Сатыбалдиевич біздің команданың массажисті. Сәке, ассалаумағалейкум. Не буду мешать, мына жерде жұмыс өтіп жатыр ау деймін. Біздің команданың докторы Ордабаевич. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Сіз не дайындап жатсыз? Жақсы зат дайындап жатқан сияқтысыз. Орысша жауап берсем бола ма екен? Әрине болады, конечно. Біз қазір спортсмендерге готовим спортивное питание. Это наш изотоник, который мы даем во время тренировки. Сейчас. У каждого индивидуально свои сквизеры. Определенно существует норма для разведения. 11 номер, 11. Так. Что-то вкусное, да? Дадим вам на пробу. А что, можно попробовать? Можно попробовать. Это с вишневым вкусом. С вишневым вкусом. Құрметті көрермендер, дәмін көрейік. Доктор плохого не посоветует, так что дәмін көрейік. Нормально, жақсы екен. Теперь, что со мной будет? С вами будет все хорошо. Ага. Я с настроением буду ходить, да? Обязательно. Ага. Рахмет үлкен, спасибо за прием. Удачи вам. Все, я пошел дальше. Міне танысып қой Ақылбек. Айбек менің көмекшім. Қуаныштымын, Айбек. Раздевалкада жаңағы ойыншылардың жаттығу киімдерін алдын ала дайындап жатыр еді ғой. Раздевалка, давай раздевалканы да көрейік. Не бар екен Раздевалка осылай. Барлық киімдер осылай тұрады. Пока команда келгенше осылай дайындап қоямыз. Әр ойыншының өзінің жеке нөмірімен тұрады. Бәрі полотенцесі, футболкасы, шорты, носки деген сияқты. Күнде осындай дайын тұрады команда келгенде. Осымен экскурсиямыз аяқталды ма? Иә, осымен аяқталды экскурсия. Все, рахмет, Раке, отдышли. Іске сәт. Рахмет. Айбек, осымен тренировка аяқталды. Иә, аяқталды. Мынау не? Балдардың киімі после тренировки прачечке апаратын. Жууға ма? Иә. О, базар жоқ, давай іске сәт. О, міне Ақжолымыз да дайын. Алейкум ассалам, дайынсың ба? Кеттік жүр. Ал Ақжол бауырым, қалайсың? Жаттығудан кейін шаршаған шығарсың. Біріншіден сені құттықтағым келіп отыр, себебі сен ұлттық құраманың ұзартылған тізіміне ендің, ал болашақта тағы да осылай жұмыстансаң, ұлттық құраманың толық тізіміне кіретініңе, енетініңе мен толықтай сенімдімін. Енді саған сұрағым, осы маусымға дайындық қалай өтіп жатыр? Дайындық өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бас бапкерлік құрам өзінің маман екені көрініп тұр. Жаттығу барысы өте жақсы, қызық, әртүрлі болып, бір типті емес, әртүрлі болып қызық өтуде. Жаттығудан тыс жаңағы біздің жағдайымыз барлық жасалған. Автобус жағын айтатын болсақ, тренировка алып келетін автобус, витамин, инвентарларымыз айтатын болсақ, әртүрлі түгел жағдай жасалған. Бір айдан бері қонақ үйде жатырмыз. Қонақ үй демекші қазір тренировкадан кейін сізде түскі ас қонақ үйде өтеді, дұрыс па? Иә, дұрыс. Қарсылық болмаса, қонақ үйге бірге барайық, кішкене бір кішігірім экскурсия көрсетіп жүр. Әрине. Қарсы емессің ба? Кеттік. Енді не істейміз? Бөлмені көрсетейін. Экскурсия дейсің ғой, да? Кеттік жүр. Міне менің бөлмем. Аяқ киімдер тізіліп тұр дейсің ғой, иә? Уағалейкум ассалам. Жағдайларың жаман емес қой кәдімгідей. Аллаға шүкір, жақсы бәрі. Иә. Екі адам болып жатамыз. Қасыңдағы қалай? Ұйқы сұрайды ау. Ұйқы сұрайды ма? Ал енді Ақжол бауырым, көріп жатсың, бүкіл жағдайлар жасалынып жатыр. Енді негізгі құраманың толық тізіміне түсу керек ал.
жұмыстан сәттілік саған. Рахмет за экскурсию, за все. Давай, жақсы бауырым. Ал енді құрметті көрермендер, бізде екінші раунд. Келесі челленджде Дакең мен Сәкең 4 түрлі доппен қақпаның маңдайшасына немесе штангасына тигізу керек. Кім көбірек тигізсе, сол жеңіске жететін болады. Қараймыз. Екінші футзал добы. Таке, надо собраться. Дайын емес. Без разминки. Үшінші. Опа! Футбол добымен 1-0. Пока что екінші раундта. Келесі. Опа! 2-0. Дайте краба. Ал давай Сәке. Ал давай. Сәке, что, дайындық қылай? Жақсы. Ал кеттік, настрой мықты ма? Мимо. Ал екінші футзал добы. Мимо. Ал енді футбол добымен. Соңғы попытка. Есеп 2-0. Димаш ағамыз алда. Сәке, үлкен рахмет. Даке, үлкен рахмет. Бүгінгі екінші раундта бізде Димаш аға өтті. Общий счет 1-1. У нас победитель только профессионализм. Ал дәл осы профессионализмдеріңіз біздің клубқа өзінің септігін тигізіп, біздің жігіттер биіктерден көріне берсін. Тағы да рахмет. Каспий-го! Ереке, үлкен жұмыстар жасалынып жатыр. Как будто бұл команда Каспий емес, Челсидің командасы сияқты, если честно, да. Бірақ Ереке, сіз, мен білуімше, сіз осы Каспий футзал клубының алдында үлкен футболда қызмет еттіңіз. Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңіне өттіңіз, мысалы. Лига Европада өнер көрсеттіңіз. Қазақстан премьер лигасының чемпионы атандыңыз, да. Қазақстан Республикасы кубогының жеңімпазы атандыңыз. Футбол менеджментінде сіздің қызмет еткеніңіз мол, көп. Ал енді осы қызметтің барлығы, осы еңбектің бәрін футзалға келгенде, осының артында бір биік белестер, үлкен нәтиже бар ма? Бола ма? Әрине болады. Істеген ісің, жасаған адал еңбегің ешқашан көрінбей қалмайды деген сөздер әрдайым ойымда. Жинаған тәжірибем аз емес. Енді туған Каспиймен сол жетістіктерге жетеміз деген ойдамын. Себебі көптеген адамдардың қолдауы, мыңдаған адамдардың сенімі бар. Барлығының сенімін ақтауға, маңдай терімізді аямай төгуге дайынбыз.